Қайрат ойыншыларын осындай тамаша маусымнан кейін клуб басшылығы еркін агент ретінде таратып жіберсе, Қайрат ойыншылары мансабын қандай клубтарда жалғастырады екен? Ал Дастан Сатпаев бұл жолы Челси емес Манчестер Юнайтедті таңдап отыр. Егер Челсиға кеткен кезде бұл өте қызық болатын еді. Дастанмен бірге АПЛ лигасына ауысқан бұл орталық қорғаушы Сорокин және де оның командасы Челси. Негізі Сорокин мен Сатпаевтың орындары ауысып кеткен сияқты. Ал Мринский жалғыз сұрамасын деп Мексикаға Станоевты аттанды, мүмкін агенттері бір шығар. Ал Еркін Тапалов болса Қазақстан жанкүйерлерінің арманын орындады, ол испаниялық Барселона клубына ауысып отыр. Бұл дегеніміз Кундеге қарсы Тапалов негізгі құрамға таласады деген сөз. Ал Тапалов қазіргі сәтте Барселонада ойнай ала ма? Жазып кетіңіз. Ал Заруцкий болса Байбектің артынан Байер Ливеркузенге ауысқан. Ал екінші қақпашы Анарбеков болса өзінің Лестер сапындағы екінші ертегісін жазуға кетті. Бірақ та Лестер әзірше чемпионшипта АПЛ-ге шығады деп үміттенеміз. Және де мен Мартиновичті спискке қосуға ұмытып кеткен, бірақ қарасам ол Астон Вилла командасына ауысқан және де карьерасын мүмкін АПЛ-де бітіріп қалар. Ал Заря болса Байбек пен Заруцкийдің басты қарсыласы Бавария командасына ауысып отыр. Не деген трансфер. Және де видеоның соңғы ойыншысы бұл Громыко және де ол Интер сапына ауысып отыр. Негізі Громыконың ойыны Италия сериясына келетін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?